Тұрсынбекті үй шаруасына жолатқызбайды дейді, рас па? Неге? Ол дұрыс емес. Ол қазаққа тән нәрсе емес. Қандай ұлтқа болсын, мен ер адамның үй шаруасында жүрген, ас бөлмесінде жүргеніне 100% қарсымын. Тіпті қоқыс шығарғанға? Жоқ, болмайды. Егер де ер адамды бос жіберіп, тамағын дайындап қойып, үйіңді жылыстап, барынша бала-шағаң таза ұстап, өзіңді кішкене болса да дұрыстап қойып күтіп отырсаң, үйдің ішінде береке болса, үйге келеді, ештеңеге алаңдамайды, ол дүкенге кіріп нан алу керек еді, қоқыс шығару керек еді деп отырмаса, ол Алдырыңыз қалай, көңіл күй қалай десем. Үй жағы сол. Бір күнге ұшып кетімді. Индира ұшының жағын туған құтты болсын, бақытты болып. Көп сөйлеп сайрамай қойын. Кеше тыңдаған боларсыздар десем. 3 сағат уақыттарыңызды алдым ба? Ұйқыларыңызды үздіңіздер ма? Өмір ғой. Өмір ғажап. Бақытты ол жағын, мен сен жақсы көремін. Енді Индираға не сыйлайтынын бөлмедім. Бұнда барлығы бар, бәрі бар. Сонымен бриллиант комплект. Рахмет екен. Сол бәрі бар деп, бәрі бриллиант беріп отыр қазір негізі. Астана көшкелі мен Мөлдірді танимын. Көп қазір шығып жатыр ғой Мөлдір туралы әңгімелер. Мен ешқайсымен келіспеймін. Мөлдір Тұрсынбектің арқасында мысалы күшті болып кетті деп. Себебі мен Мөлдірді танысқан кезде Мөлдірде мейрамхана бизнесі болды. Мөлдірде орталық болды үлкен. Мөлдірде ұйымдастыру, продакшн тобы болды үлкен. Бір-екі адамнан тұратын емес, үлкен. Өзінің бәлен қызметкері бар, өзінің жеке бухгалтериясы бар. Сол кезде ол уже бұл киноға дейін киноға түсіріп тастады. Оның көп жобалары болды. Мөлдірдің бір қасиеті, ол ештеңені ешқашан жариялаған жоқ. Сол себепті Мөлдір қазір шыққан сияқты. Мөлдір ол бұрын Мөлдір болып қалған.